асыл құл деген бар, масыл құл деген бар. Асыл құл деген Алла оған береді, ол Раббым деп шүкір етеді. Құлым намаз оқы, болды Раббым. Құлым ораза ұста, болды Раббым. Құлым міне саған байлық бердім, аны біреулер сұраса беріп тұр, болды беріп тұрам. Асыл құл. Көрдіңіз ба? Ол бірден түсінеді Раббысын. Ол пайдалы жердің бетінде. Бізді осындай қылғысы келеді Алла Тағала. Масыл құл деген не? Алла оған жаратады, оны бақтырады, оны киіндіреді, оны оқытады, оны күллі нәрсесін береді, одан түк қайтпайды. Масыл. Алланың нығметіне масыл болып тұрған құл. Алла оны жаратқаннан кейін шүкір ететін күн басталмағанша ол бір масыл құл болады, болды. Көрдіңіз ғой? Ол Алла Тағала солай қалады. Күллен нумидду дейді. Барлығына жағдай жасаймыз дейді. Қараңыз. Хаулай ва хаулай. Иман келтіргендерге де жасаймыз, иман келтірмегендерге де жасаймыз дейді. Ва ма кана атау роббика махзура. Алланың бұл дүниеде беретіні бөліп жармайды дейді ешкімді. Осындай бір мағынада Бақара сүресінен мынадай бір аятты келтіреді Алла Тағала. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ибрахим алейхиссалам имтихандарды тапсырып, Алла Тағаланың алдында осы үмбетке имамдық жаңағы мансапқа иеленгеннен кейін Алла Тағала тарапынан жаңа аяттардың мағынасында солай айтылып отыр. Қағбаны көтеріп, сол кезде қандай бір дұға жасайды. Ва исқала Ибрахим робби жағал хаза баладан амина. Я Раббым, осы Мекке деген елді, осы Мекке қаласын бір бейбіт елге айналдыршы. Қараңыз, ел деген нәрсеге де бейбіт деген нәрсені қосып отыр. Бейбіт ел деген. Сосын айтады, варзуқ ахлаху. Сосын осы елде тұратын тұрғындарын ризықтандыршы минас самарати. Мин куллис самарат. Күллі жемістерден ризықтандыршы. Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахир. Аллаға және ақырет күніне иман келтіргендерді ғана деп дұға тілеп қалады. Аллаға және ақырет күніне иман келтіргендерді ғана ризықтандыршы деген кезде Алла Тағала айтады, қала ва ман кафара. Кім мені мойындамаса да ризықтандырам дейді. Ертең өзінен басқа кінәлін таппас үшін дейді қиямет. Менен тек жақсылық кеткен оған. Ол мүлде сылтау таппайды. Сонда мен өзімді мойындамайтын адамға да ризықтандырам дейді. Бірақ ризықтандырам деген сөзді, ризық деген сөзді қолданбайды Алла Тағала. Мынандай сөзді қолданады. Мен оны пайдаландырамын дейді. Берем оған, пайдалануға берем. Ризық деген сөз қоспайды да ол жерге. Ризық деген бір өте үлкен мағына екендігін көрсетіп отыр да. Сонда мен оған пайдаланам дейді. Берем, сөйтіп егер иман келтірмей солай өтетін болса, сүмма аттарруху. Сосын мен оны мәжбүрлей саламын тозақтың азабына дейді. Көрдіңіз ғой? Сондықтан бағыналарды қарап отырсаңыздар, бұл иман келтіргендерге негізі осы дүниеде дейді, асылы. Өйткені солардан пайда қайтады дейді. Солар осы дүниеде берілген нәрсесі арқылы өзінің ақыретін жасап отыр дейді. Ал енді осы ризықтар Алланың беретіні ақыретте де бар ғой. Міне соны айтады, холисатан яумал қияма. Қиямет күні ол Алланың беретіні, ақыретте беретіні тек қана иман келтіргендерге ғана болады. Бұл дүниеде ортақсыңдар, бірақ қиямет күні ақыретте бұл Алланың ризығы әлі ешкім көрмеді ол ризықты. Ибн Аббас радиаллаху анху айтқандай, сіздер жүзім деген кезде, жәннаттағы жүзім деген кезде, осы жүзімді ойлайсыңдар ғой дейді қарап. Бұл тек қана атаулар ғой дейді. Ананың затын көрген емес дейді ешкім әлі. Ат. Алла Тағала қызықтыру үшін атты бірдей қылғанда, бірақ затын ешкім көрген емес дейді оны. Сосын ол тоқтамайтын сорттар екен. Сосын олар сорттар бір-біріне мүлде ұқсамайтын сорттар екен. Сондықтан сол ақыретте беретін нәрсе, ол тек қана иман келтіргендерге беріледі дейді. Казалика нуфассилул аят. Міне ақылы бар адамдарға осылайша біз аяттарды егжей-тегжейлі баяндаймыз дейді. Яғни осылай баяндалғаннан кейін мүмкін емес дейді бұл аяттарды түсінбей қалу деген нәрсе дейді. Адамның ақылын соншалықты ескерген біз дейді.
аяттарды баяндаған кезде оп-оңай түсінетіндей, тек амал ету керек екен ғой деп айту үшін ғана дайындап қойғанбыз дейді күллі нәрсені. Аяттарды осылай біз егжей-тегжеймен баяндаймыз дейді. Лиқауми я'ламун, білетін адамдар үшін дейді. Білейін, Раббымның хақысы не екен деп білгісі келген адамдар үшін біз осылай баяндап қойдық дейді күллі нәрсені.